Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге вакцина жайлы әңгіме қозғаймыз. Ал сіздер вакцина салдырасыздар ма? Тағы да вакцина. Қызылшаға қарсы жаппай егу басталды. Жер-жерде жас балалар мен тіпті ересектер арасында қызылша аурумен ауырғандар қатар көбейіп жатыр. Жыл басынан бүгінге дейін 12 мың адам ауырған. Оның 10 мыңы 14 жасқа дейінгі балалар. 1700-і ересек адам да қызылшамен ауырған тіркеліпті. Ал тіркелмей үй жағдайында емделіп жатқандар қаншама. Мамандардың сөзіне сенсек, қызылшамен, яғни көр ауырғандардың 70% вакцина алмағандар дейді. Бірақ ел ішінде вакцина алса да ауырып жатқандар бар екені жасырын емес. Ашығын айтқанда, елімізде эпидемиялық жағдай күрделі. Оған байланысты 6 қарашадан бастап қызылшаға, қарамаққа және паротитке қарсы жаппай вакциналау жүргізілетін болды. Бұл жолғы вакцинаның жөні бөлек. 6 қарашадан бастап қызылша, қызамық және қарамыққа қарсы 6-11 айлық балаларға, желтоқсан айынан бастап бұрын екпе алмаған, тіпті екпе алғанына қарамастан 2-4 жасар балаларға түгел вакцина салынады, дейді Ауырмаңыз газеті. Ал сіздер вакцина салуға қарсы емессіздер ме? Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.